ақын адамға жазушы полиграф және басқа маман есі болған және қазақстан депутаты және ол қазақстан республикасына сыйлаған ол неше түрлі шығармалар өздерінің кітаптарын ашып газеттерде өзінің ақпараттарын шығарып солай желтоқсан тәуелсіздік күні сәл аялдап тағзым етпек бұл алаңынан өткенде желтоқсанда ызғыр аттан тітіркеніп көктемде бұл жер қалған асқақ рух жары осы өткен жер қайта оянған ұлт намысы қызыл қанға бөккен жер ерте есейген ару қызды шаштан сүйреп тепкен жер жатты мұңда естен танып күзге айналған көктем жер алаң шетін қоршап тұрған шыршаларға ала көк жас мөлдірген сезіміңді жанар қарағым. Тағдырдан басқа туған еркек